200 грамм 15% алюминді бейтараптауға неше миллилитр 10% тығыздығы 1,2 грамм миллилитр калий гидроксидінің ерітіндісі қажет. Алдымен сұрақты қойып аламыз. Бізге ерітінді калий OH-тың көлемі қажет, яғни біз жұмсалған калий гидроксидінің ерітіндісінің массасын анықтаймыз. Ең алдымен алюминнің құрамын анықтап алаймыз. 200 граммның ішіндегі 15% 30 граммды құрайды. Демек бізде күкірт ангидриді 30 грамм, ал күкірт қышқыл массасы, қалған массасы 170 грамм. Яғни 30 грамм калий гидроксидіне жұмсалатын, күкірт реоксидіне жұмсалатын калий гидроксидінің массасы 42 граммды құрайды. Ал 170 грамм H2SO4-ке жұмсалатын калий гидроксидінің массасы 194,128 грамм. Енді калий гидроксидтің жұмсалған жалпы массасын анықтаймыз. 42 граммға қосамыз 194,128 грамм. Бізде 236,28 грамм жалпы массасы шығып тұр. Калий гидроксидінің 10%-дық ерітіндісінің массасы 23,628 грамм болып тұр. Енді берілген тығыздығына бөлеміз. 23,628 граммды 1,2 грамм миллилитр тығыздығына бөлгенде 23,164 миллилитр көлем шығып тұр. Литрға айландыратын болсақ, бұл 23,164 литрді құрайды.